Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет жұп-жұмсақ ауызда еритін творожный рогалики дайындайтын боламыз. Небәрі 15 минутта дайын болатын рогалики. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз барлығын жақсылап дайындап аламыз. Барлығы да бөлме температурада болу қажет. Мында мен еліктен өткізіп алған ұнымды дайындап алдым. Құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Үстіне қопсытқышымызды салып, бір қасық ванилинімізді салып, және де қантымыз салып, барлығын бір араластырып жібереміз жақсылап. Ендігі үстіне жұмсақ бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Және де творогымызды саламыз. Және де 2 сары уызымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, илеп, қамырымызды дайындап алатын боламыз. Мына біздің қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ, керемет қамыр дайын болды. Енді осы қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Мына біздің 10 минутымыз өтті. Ендігі осы қамырымызды азғантай ұнды сүйе отырып, қамырымызды теңде 2-ге бөліп алатын боламыз. Мына осы 2-ге бөліп алдық. Бір данасын алып қоямыз, екінші қамырын жайып аламыз. Осылай аздап ұнымызды себелеп отырып, қамырымызды қатты жұқада емес, қалында емес, орташа қылып жайып аламыз. Барлық осы рецепттің толық нұсқасын осы видеоның астына описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден барлығын көріп қарай аласыздар. Енді осы қамырымыз жайып алғаннан кейін осылай 8 бөлікке 3 бұрыштап бөліп шығатын боламыз барлығын. Ендігі мынандай шеттеріне осылай кесіңкіреп, сызықтап кесіңкіреп қоямыз. Қазір ораған кезде бізде формасын келтіру үшін осылай әдемілік кесіп аламыз. Ендігі осылай рогалигімізді барлығын осылай орап шығамыз. Мына біздің өте әдемі рогалигіміз шықты. Барлығында осылай айналдырып орап шығамыз. Арнамда көптеген рецепттер бар, қарап көрсеңіздер болады. Мына барлығын осылай дайындап аламыз. Енді осы рогалигінің формаға салып алғаннан кейін бетіне сары уызымызды толықтай жағып шығамыз. Барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Және де осы видеоның астында поделиться батырмасы бар. Соны басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Және де арнама лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді осы рогаликімізді 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. 15 минутта толықтай пісіп шығады. Мына біздің рогаликіміз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ, өте керемет дәмді рогаликіміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, көңілден шығатынына сенімдімін. Және де үстіне осындай сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Дәмді болады, және де әдемілік үшін. Бестің шайына және де қонақ келген тез жасай салатын рогаликтердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да ас болсын.